Сен өмірге келгенде, ол төбесі көкке жетердей қуанды. Ғұмырымның жалғасы деді. Ол сені қолынан түсірмей көтеріп жүрді. Мойнына отырғызып еркелететін. Ал бүгін оның қартайған шағында сен оған қаншалықты қамқор болып жүрсің? Ол өміріңнің алғашқы айларында аузыңнан шыққан әр әріпке сүйсінетін. Ал ол қартайғанда оның әрбір сөзін жылы қабылдап жүрміз бе? Ол сені тамақтандыру үшін тынымсыз еңбек ететін, тіпті асты шайнап беретін. Ал сен әкең қартайғанда ең болмаса нанын үзіп беріп жүрсің бе? Ол өзі тоңып жүрсе де, сені үнемі киіндіретін, аяқ киіміңді сүртетін. Ал сен әкеңе соңғы рет қашан киім әпердің? Оның ең болмаса көңіліне жылу сыйлай алдың ба? Ол сені өмір кемесіне отырғызып, оның тізгінін ұстатты. Ал әкең қартайған шағында оған сен емес, таяқ сүйеу болып жүрген жоқ па? Ол сенің әрбір қадамың үшін уайымдайтын, өмірге араласып атқа қонғаныңда тақымын қысып, Алладан дұға жасайтын. Ал біздің кейде әр жетістігіме тек өзімнің күшіммен жеттім деп ойлайтынымыз өтірік емес. Ол сені жүрегі жарылардай қуанып жүріп үйлендірді. Ал сен әйеліңді алып, бөлек шыққың келеді. Оның көңіл қуанышы, өмір жұбанышы немерелері. Оларды атасына анда-санда ғана апаруға уақыт әрең тауып жүрміз. Ол әрдайым сенің тіршілігіңе пайда беретін кеңестер айтатын. Ал біз бүгінде оған қабақ шытып, араласпа деп кейіс танытып жүрген жоқпыз ба? Ол соңғы кезде жиі ауыратын болды. Ал сен көңілің демеп, халін сұрап соңғы рет қашан хабарластың? Ол сенің әкең. Ұмытпа. Қолда барда қазынаңның қадірін біл.